Я Аллах, барлық мадақтың сенікі екендігі арқылы сұраймын. Сенен өзге құдай жоқ, уа сый беруші, уа көктер мен жерді ғажайып жаратушы, ұлылық пен шексіз жомарттықтың иесі, уа мәңгі тірі, мәңгі өздігінен тұрушы. Я Алла, сенің Алла, бір әрі жалғыз, тумаған әрі туылмаған, мұңсыз және теңдесің жоқ екендігінің арқылы сұраймын. Менің күнәларымды кешіре көр, шынында сен аса кешірімшіл әрі өте рақымдысың. Жақсылық сұрау дұғасы. Я Алла, жақсылықтың бастауы мен соңын, әуелгісі мен ақырғысын, әшкересі мен жасырынын жәннаттағы биік дәрежелерді сұраймын. Менің зікірімді жоғарылатып, ауыртпалығымды таста, жүрегімді тазалап, әурет жерімді сақта және күнәларымды кешір. Алладан өзін жақсы көретін жүрек иман сұрау. Я Алла, өзіңді жақсы көруді және сені жақсы көретінді жақсы көруді және сенің жақсы көруіңе жақындататын әрбір амалды жақсы көруді маған нәсіп ет. Уа Алла, сенен мәселенің қайырлысын, жақсы дұға, жақсы нәтиже және жақсы сауап сұраймын. Мені бекемет және таразымды ауырлат, иманымды нығайт, дәрежемді көтер, намазымды және ғибадаттарымды қабыл ет. Қатемді кешір және маған жоғары дәрежелі жәннатты нәсіп ет. Береке сұрау. Я Алла, менің естуімді, көруімді, мінезімді, сырт келбетімді, отбасымды, өмірімді және амалымды берекелі етуіңді сұраймын. Ізгі амалдарымды қабыл еткейсің. Сенен жәннаттағы биік дәрежені сұраймын. Алланың разылығын сұрау дұғасы. Я Алла, шынайы иман, иманды көркем мінез, артынан бақыт ілескен табыс, сенен келетін мейірім және жарылқау, кешірім және разылығыңды сұраймын. Алладан көмек сұрау. Я Алла, істерімнің қорғаушысы болған, дінімді, өмір сүретін дүниемді, қайтып оралатын ақыретімді түзегейсің. Өмірімді, ізгі амалдарды көбейту, ал өлімімді барлық жамандықтан демалу қылғайсың. Уа Раббым, маған көмектесе көр және маған қарсы көмектеспегейсің. Мені жеңіске жеткіз және біреуге жығып берме. Мені тура жолға сал және тура жолды маған жеңіл қылғайсың. Күнделікті оқылатын дұға. Уа Алла, шындығында мен өзіңмен дәрменсіздіктен және жалқаулықтан, қорқақтықтан, кәріліктен, сараңдықтан сақтанамын. Сондай-ақ өзіңмен қабір азабынан және тіршілік пен өлімнің сынақтарынан сақтанамын. Я Алла Тағала, сенен басқа тәңір жоқ. Сен кемшіліктен пәксің. Мен шынында өзіме зұлымдық етіп қойдым. Я Алла, тәніме саулық бер. Уа Алла, жанарыма саулық бер. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Уа Алла, мен күпірлік пен жоқшылықтан өзіңе сыйынып пана сұраймын. Сондай-ақ қабір азабынан өзіңе сыйынып пана сұраймын. Сенен басқа ешбір құдай жоқ. Жақсы мінез сұрау. Я Алла, мені өмірдің қиындығынан сақтағай көр. Мені ең жақсы істермен жақсы мінезге жетелей көр. Өйткені оның ең жақсысына сенен басқа ешкім жетелей алмайды. Және оның жаманын менен айықтырғайсың. Өйткені оның жаманынан мені сенен басқа ешкім де айықтыра алмайды. Ризық сұрау дұғасы. Я Алла, көбейте көр, кемітпе. Сыйлық қыл да, бейшара қылма. Бере көр де, тыя көрме. Бізді таңда да құр қалдырма. Уа Алла, барлық істерімнің соңын жақсарт. Дүние қорлығынан және ақырет азабынан құтқар. Алла Тағаланың 99 көркем есімін қосып
дұға жасауды ұмытпаңыз. Және астағфируллах вә әтубу илейх, яғни Аллахтан кешірім сұраймын, әрі оған тәубе етемін деп күніге 100 рет немесе шамаңыз келгенше айтыңыз. Және лә иләһә иллаллах деп күніге 100 рет немесе шамаңыз келгенше айтыңыз. Астағфируллах деп 1000 рет, 100 рет шамаңыз келгенше айтыңыз. Және балалы болғысы келіп жүргендер Закария пайғамбардың дұғасын айтуға болады. Раббым, мені жалғыз қойма, сен ең жақсы мұрагерсің. Әнбия сүресінің 89-шы аяты. Шамаңыз келгенше қайталаңыз. Және Әбу Бәкір ұсынған дұға Субханаллах деп 70 рет айту, Астағфируллах деп 10 рет айту, Субханаллах деп 9 рет айту. Кейін Нұх сүресінің 10-шы, 12-шы аятын оқу. Мағынасы: сондай-ақ оларға Раббыларыңнан жарылқау тілеңдер, өйткені ол өте жарылқаушы дедім. Ол сендерге аспаннан мол-мол жаңбыр жібереді, әрі өздеріңді малдар, балаларымен қамдайды, және сендер үшін бақшалар жасап, өзендер ағызады. Нұх сүресінің 10-шы, 12-шы аяты. Аллах тағала тілеген дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Байлық сұрасаңыздар байлық, денсаулық сұрасаңыздар денсаулық берсін. Өздеріңізге аян болған, өздеріңізге жасырын болған ауруларыңызды ізімен жоқ болып жазылып кетуіне Аллах тағалам нәсіп етсін. Ассаламу алейкум.